Сәлеметсіздер ме? Бастауыш мектеп бөлімінің 22-ші тобының берілетін видео сабақ тақырыбы портрет түрлері. Өткен сабақта сіздер портрет жанры туралы лекция жаздыңыздар. Ең бірінші соны қайталап кететін болсақ. Портрет дегеніміз не? Портрет дегеніміз нақты бір адамның немесе бірнеше адамның бейнесін салу. Сонымен қатар тек қана бейнесін салу емес, осы бейнені орындай отырып, оның ішкі жан дүниесін көрсете білу. Сол сияқты жанр деген тақырыппен қайталайтын болсақ. Жанр дегеніміз француз тілінен аударғанда тек немесе түр деген мағына білдіреді. Яғни суреттің қандай да бір түріне жататындығын дәлелдейді. Егер бұның алдындағы сабақтарда сіздер табиғат көрінісін, яғни пейзаж жасалатын болсақ, оны пейзаж жанры деп атадық. Оның алдындағы жанрлардың бір түрі сіздер танысқандар натюрморт жанры. Натюрморт ол күнделікті тұрмыстағы заттардан құрастырылған композиция деп атаймыз. Осы секілді портрет жанры бойынша тоқталатын болсақ. Портретте жаңа айтып өткендей, оның адам бейнесін бейнелеу, оны сонымен қатар салынған уақытта бірнеше түрін анықтауымызға болады. Оған мысалы ретінде мына суретке қарайсыздар. Осы суретте мен сіздерге көрсетіп отырғандай адамның бейнесін 3-4 бөлігін салуды жаңа жеке портрет деп атаймыз. Сонымен қатар жеке портреттің ішінде ол қырынан салынған портрет, оны профиль деп аталады. Және анфас портрет, ол тура қарап салынған портрет деп аталады. Сонымен қатар кеуделік портрет деген болады. Онда адамның қолдары кірмейді, тек қана кеуделік суреті ғана салынады. Келесі бір түрі жартылай портрет. Жартылай портретке адамның қолдары екі қолы кіруі мүмкін, яғни жартылай бейнесі көрсетіледі. Тағы да бір түрі портреттің тұлғалық портрет. Онда адам бейнесі толық бастан аяққа дейін салынады. Енді мұндағы бейнеленген адамдарға байланысты жұптық портрет және топтық портрет болып екі топқа бөлінеді, екі түрге бөлінеді. Жұптық портретте екі адам бірлесіп бір қағаз бетіне немесе кенеп бетіне салынады. Топтық портретте 3 немесе одан да көп адамдардың бейнесі көрсетіледі. Сонымен қатар портретте егер суретші өзін өзі салатын болса, оны автопортрет деп атаймыз. Осы портрет тақырыбын пысықтай отырып, сіздерге кері байланыс ретінде мынандай тапсырма беріледі. Мұнда сіздер көріп отырған суреттердің әрқайсысының қасында цифрлармен белгіленген. Сіздер маған осы цифрлардың қандай портрет түріне жататындығын маған қарап отырып, кері байланыс ретінде жауаптарын жібересіздер. Енді техникалық жағдайларға байланысты портреттер мынадай болып бөлінеді екен. Бірінші қарындашпен салынған портрет, екінші акварельмен салынған портрет, үшінші гравюралық портрет, төртінші живопистік немесе қазақша кескіндемелік портрет, оны майлы бояумен салынған деп айтуға болады. Сосын мүсіндік портрет. Мүсіндік портрет ол рельефті немесе бедерлі дейміз портрет салынады. Ол көбінесе профильді, қырынан салынатын портрет адам бейнесі. Және
мүсіндік портрет жұмыр болып табылады. Оның ішінде маска, тек қана беті, бастың портреті, сонымен қатар мұнда көрсетілгендей бюст дейміз. Онда кеуделік мүсін жартылай болуы мүмкін, онда адамның жарты қолы кіреді. Және статуя дейміз, толық көрсетілген бейнесі. Енді осы жаңағы тақырыбымызды пысықтай отырып, біз әрмен қатар адам бейнесін қалай салыну жолдарына тоқтала кетейік. Адам бейнесін келбетін салу үшін біз пропорция ұғымымен танысасыздар. Пропорция дегеніміз не? Ол латын тілінен аударғанда үйлесім, сәйкестік. Яғни әрбір дене мүшелерінің бір-біріне үйлесімді және сәйкес болуына байланысты салыну қажет. Ол үшін сіздер қазір қағаз аламыз бірге. Осы қағаздың ішіне тура және қырынан салынған адам бейнесін келтіреміз. Адам бейнесін бірінші тура қылып салатын болса, сыртқы келбетін, басты келбетін сопақ, жұмыртқа тәріздес, шеңбер қылып көрсетеміз. Оның дәл ортасынан орта сызығын сызамыз. Адам басы естеріңізде болса, симметриялы емес. Симметриялы дегеніміз, ол дәл ортадан бөлгенде екі жағы бір-біріне тең. Адам беті, бет-әлпеті симметриялы болмайды. Оны біз асимметриялы дейміз. Яғни біздің бір бетіміздің қыл болуы мүмкін, бір бетіміздегі бір көзімізбен бір көзіміздің айырмашылығы болуы мүмкін. Немесе адам өзінің шашын бір жаққа қарай қайыруы мүмкін. Соған қараған кезде біз адамның басын симметриялы емес деп атаймыз. Бәрібір де симметриялы болмаса да біз адам бейнесін орта сызығы арқылы көрсетеміз. Енді адамның дәл төбесінен емес, шаштың басталатын жерінен бастап, иектің төменгі нүктесіне дейінгі ортаны тең 3 бөлікке бөліп аламыз. Оның біз бірге салып отырамыз. Тең 3 бөлікке. Тең дегенді қалай түсінесіздер? Яғни, мынау 3 сантиметр болса, мынау да 3 сантиметрге болуға тиісті. Бұл шаштың басталатын жерінен иекке дейінгі екі орта. Енді бізде қарайтын болсақ, бірінші бөлікте ешқандай бастың мүшелері орналаспаған. Тек қана осы екінші сызықтың бойында адамның қасы орналасады. Қастың енді әр формасы әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Мен енді оны жалпы өзінше салып көрсетеміз сіздерге. Екінші, бізде көп адам бейнесін негізгі мүшелері ретінде көзді аламыз. Көздің қай жерде орналасқанын табу үшін жаңағы ортаңғы бөлікті тағы да екі сызық арқылы үшке бөлеміз. Мысалға, жаңа мен 3 сантиметр деп алсам, оны бір етіп 3 бөлікке бөлеміз. Осының екінші бөлігінде, осы деңгейде көз орналасады. Сіздер естеріңізде болсын, екі көздің адамның екі көзінің ортасына бір көз сиятындай орын болуы тиіс. Яғни айтқанда, адамның мысалға екі көзі, бір көзінің ұзындығы 1 сантиметр болатын болса, екінші көзінің 1 сантиметр болса, екі көздің ортасына 1 сантиметрдей орын болуы тиіс. Сол сияқты шеттеріне де тағы да осындай орындар қалдырамыз. Адамның бейнесін салған уақытта, көзін салған уақытта, біз көбінесе жоғарғы жақтарын қаттырақ басып қоямыз. Сонымен қатар қарашығын саламыз.
жоғары жақтарын сала отырып қаттырақ басамыз. Неге? Өйткені қабақтан түскен қабақ шығыңқы болғаннан кейін түскен жарық бізге үстіңгі жақ сызықты анығырақ көрсетіп, яғни көлеңке түсіреді. Екінші, бізде мұрын. Мұрын біздегі бастапқы үшке бөлген кездегі ұзындығы екінші бөлікке ұзындығына келеді, сәйкес келеді. Ал танаудың екі жақ шетін алатын болсақ, көздің шетімен байланыстыра отыруға болады. Бізде мұрын осылай салынды. Енді біздегі ауыз мүшелеріндегі, бас мүшелеріндегі негізгі мүшелердің бірі ауыз. Ауызды тауып алу үшін төменгі бөлікті дәл ортадан екіге бөлеміз. Бұл ауыздың төменгі нүктесі болып табылады. Үстіңгі жақ жартысын тағы бөлеміз. Бұл үстіңгі нүктесі болып табылады ауыздың. Осы екі ортада ауыз орналасады. Дәл ортасынан бөліп, үстіңгі астыңғы ернін тауып аламыз. Енді біздегі тағы бір бастағы мүшелердің бірі құлақ. Құлақ, мана бастапқы біз естеріңізде ме? Ең басында үшке бөлдік. Ең үшке ортаңғы бөлікке жақ келеді екен. Оның тағы да айтамын, қалқан болуы, немесе үлкен кіші болуы адамның келбетіне байланысты салынады. Енді осыдан бастап құлақтан біз жақты тауып аламыз. Жақты саламыз. Енді біздің шашты осыған кигізейік. Шашты кигізейік. Егер шаш барлығы басталған уақытта, басталғанмен оның төмен қарай кекілі түсуі мүмкін. Мінекей, біз мойнын сала келіп, оның адамның тура қарағандағы суретін салып болдық. Енді осыған байланысты біз қырынан қалай салынатындығын көрсететін болсақ. Яғни, осындай біз сопақ шеңбер салып аламыз. Сопақ шеңбер. Осыны бастапқыдай үшке бөлеміз. Шаштың басталатын жерінен екіге дейінгі араны тең үшке бөлеміз. Естеріңізде ме? 3 сантиметр, 3 сантиметр және 3 сантиметрге біз бөліп алдық. Бастапқы бірінші бөлікте ешқандай бас мүшелері жоқ. Екінші сызықтың бойында бізде қас орналасқан деп айттық. Көз деңгейін тауып алу үшін ортаңғы бөлікті тең 3 бөлікке бөлдік. 1 сантиметр, 1 деп. Мысалға, көзді салған уақытта естеріңізде болсын, қырынан салған кезде ол үшбұрыш тәріздес болып көрінеді, салынады. Біз үстіңгі жағын белгіледік. Үстіңгі жағын ғана сызып қойдық. Қарашықты салған уақытта да сопақ шеңбер салып көрсетеміз. Енді маңдайдан келген уақытта қасқа дейін шығыңқы болады да, егер көзге қарай салған уақытта біз ішке қарай кіріңкіреп, мұрын ілгері қарай шығады. Мұрынды ұзындығын біз таптық, яғни бұл екінші сызықтың бойында болса, оның танауды салу арқылы біз осыны сызықтан асырмаймыз.
ауыз төменгі бөлікті ортадан бір бөлдік, жоғарғы жағын тағы бір бөлеміз. Осының екі ортасын ортадан дәл бөліп, үстіңгі астыңғы ауыздардың бейнесін салып аласыздар. Ауызда салған уақытта үшбұрыштап салынады. Сонымен қатар иек сәл алдағы сызықтан қарағанда ілгері қарай шығады, шығыңқы болады. Өйткені құрылысы формасы жағынан солай орналасқан. Енді үшке бөлінген бұрынғы алдындағы ең басындағы сызықтарды соза отырып, біз құлақтың қай жерде орналасқандығын тауып аламыз. Осы сияқты құлақ ала отырып, біз шақты шығарамыз. Енді шашты келтіріп, бейнелей отырып, оның толық бастың сыртқы формасын келтіреміз. Жағасын сала отырып, оны суреттің толықтай бейнелеп шығамыз. Міне сіздердің қарап отырсаңыздар, адам бейнесінің пропорциялық тұрғыда бұл сіздерге таблица ретінде тура және қырынан қалай салыну екенін көрсеттік. Міне сіздердің тапсырмаларыңыз осы суретті маған қайтадан салып, осынша сызықтарды көрсете отырып, осы тапсырманы орындайсыздар. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.